Бом жоғы, құрметті көрермендер, сіздермен бірге дұрыс па? Бом жоғы, құрметті көрермендер, эфирде Зе сұхбат. Зе сұхбат. Эфирде Зе сұхбат. Сіздермен бірге Джонни және Эриксон Скотт. Және бізде қонақта кешегі Сәбира Майқанова, Фарида Шәріпова, бүгінгі Меруерт Өтекешевалардың ізін басып келе жатқан актриса, әнші, блогер, көрермен көзайымы, биші, талантты Томирис Жанғазинова. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Томирис, өзіңіз білетін саспенстің атасы Альфред Хичкок былай деген екен: маған характер маңызды емес, маған бас кейіпкердің аяғының астында құлайын деп тұрған сатағаштың сықыры маңызды дейді. Ал сіздіңше не маңызды? Адамға ма? Жалпы? Сізге. Мен үшін өмірдің позитивті өту жалпы маңызды. Иә. Ғажап жауап. Мұхтар Шаханов, өзіміздің Асқар ақынымыз Мұхтар Шаханов былай деген екен: Шәке, енді сіздер шыққан парасатқа мені де ала кетесіңдер ме? Что-то мен барахолка жақта қалып кеткен сияқтымын ба? Ала кетейік. Менде бір сұрақ бар да. Том или Джерри сізге ұнай ма? Иә. Ұнайды. Несімен ұнайды? Позитивмен. Ауылдың маңы терең сай. Бізде музыкалық пауза. Тез өтеді екен паузаларыңыз. Мейерхольд, Немирович Данченко, Товстановский сынды режиссерлардан қайсысы сізге жақын? Немирович Данченко, Товстаногов. Немирович Данченко, Товстаногов. Мейерхольд, Немирович Данченко. Немирович. Керемет жауап. Мейерхольд, Немирович Данченко, Товстановский сынды режиссерлардан. Товстаногов. Товстаногов. Мейерхольд, Немирович Данченко, Товстаногов. Өзіңіз жазып беріңіз Товстановский деп. Керемет жауап. Мейерхольд, Немирович Данченко, Товстаногов сынды режиссерлардан қайсысы сізге жақын? Тарковский жақын. Тарковский? Несімен? Болмысымен. Әлемді басқаша көреді. Қай киносы сізге ерекше ұнайды? Қай киносы? Соңында мен осы интервьюін көргем. Киносын айтпай тұрып. Өте «Еще не поздно» деген ютубта бар, мүмкін естіген боларсыздар. Өзінің баласы интервью берген. Болмысы жайлы, өмірді басқаша көретін жайлы, және де өте қызық интервью, өте қызық отрывоктар бар. Соны көріңіздер. Сталкер болмаса Зеркало, осы екі киноның қайсысы сізге? Зеркало. Көбісі түсінбейді бірақ оны. Рентген деген киноға шақырса түсесің. Рентген деген киноға? Ол қалай түсіріледі? Соған байланысты. Рентгеннің ішінде. Эмоция керек емес қол жерде. Тарковскийдің киноларында действиялар мүлде жоқтың қасы, сонда... Ол бір внутренний диалог сияқты. Ішкі диалогтар сияқты ма? Тарковскийдің өзімен ба, жоқ кейіпкерлердің өзімен өз? Ішкі монологы ма, жоқ әлде біздің ба? Жалпы кейіпкерлердің, біздің де.
кино болатын болса, былай деген екен Жан-Люк Годар. Егерде кино өндірушілер самолет құрастыратын болса, бірінші шуындағы апатқа ұшырайтын еді дейді. Апатқа ұшырайтын еді депті Жан-Люк Годар. Сізде қазақ киносы жайлы сізде солай ойлайсыз ба? Жоқ. Қалай, самолет құрастырсақ құлаймыз деп па, әлде жалпы қазақ киносы жаман деп па? Мен басынан бастап оқып берсем бола ма? Оқып беріңіз. Егерде кино өндірушілер самолет құрастыратын болса, бірінші шуындағы апатқа ұшырайтын еді дейді Жан-Люк Годар. Сізде қазақ киносы жайлы солай ойлайсыз ба? Жоқ. Ей деп барып мен бір сұрақ қойсам бола ма? Допустим, сіз спортпен шұғылданған жақсы көреді екенсіз. Арчик деп тебуді қанша уақытта үйрендіңіз? 2 айда? Арчик деп. Иә. Ал айланып кеп теуіп, бір қолмен тұра қалуды ше? Үйренген жоқпын оны. Тамирис, сіз үшін комедияда не мұңды, ал трагедияда не күлкілі болып көрінеді? Комедияда мүмкін ой көп нәрсеге жетпейтін адамға күлу мүмкін мұңды. Трагедияда не күлкілі? Өмірдің жартысы трагедия, жартысы комедия, сондықтан трагедияны кейде күліп өту керек. Трагедия киноларда күліп отырасыз ба? Жоқ. Жалпы сіз тілі ұзын адамдарды ұнатпайды дейді. Кім? Кім айтты? Ұнатам. Тіліңі шығарып көріңізші. Бүйтіп істей алмаймын. Жақсы. Реклама. Куартерикадағы қыз бас кетеді демекші, бізде реклама. Асарлайық. Бізбен бәрі мүмкін. Асарлайық. Все с нами возможно. Тамаша жарнама. Сіздің жаныңызға Станиславский жүйесіндегі кейіпкер жандылық жақын ба, кейіпкер мәнділік жақын ба? Егер қазақшасы кішкене түсініксіз болса, школа переживания болмаса школа перевоплощения қайсы жақын? Маған көбінесе переживание шығар. Несімен? Несімен? Енді ішкі нәрсені шығарасың ғой сыртқа. Иә? Немесе сол болады ғой андай жағдай, ол сенде болмаған, бірақ оны көрсету керек деген сияқты. Сол нәрсені басқа біреудің опытынан аласың. Тамаша жауап.
Театр көбейсе түрме азаяды деген сөз бар. Ал кино көбейсе не азаюы мүмкін? Ол қандай кино соған байланысты ғой? Комедия көбейсе не азаюы мүмкін? Комедия да әртүрлі болады. Демекші, мынау Күлкістан театры былай деген екен: уа Мағрипаш, ана Тоқтабаевтың баласы, асыл сөздің санасы, біздіге де бір қарашы, жақсы мен жаманның арасы демекші. Сізге Тука ұнай ма, жоқ әлде Тұрсынбек ұнай ма? Таңдау керек па? Мен білмеймін ол персонаждарды. Персонаж емес бұл. Шын адамдар. Тука, Тұрсынбек. Сіз үшін персонаж ма? Жоқ. Жақсы. Менде бір сұрақ. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, ан тұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бір-біріне пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірін алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді, ол қай тірлік? Ол осы кеудеден жан шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретте дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас. Сыртың пысық, ішің лас, артын ойлап ұялмас болып. Тірімін деме, одан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Бұл қара сөз ба? Иә. Осы қаншашыншы қара сөз? Соны сұрайын деп тұрсыз ғой. Жоқ, қара сөз екен біліп жүрсін деп. Иә, білемін ғой қара сөз екен, бірақ қаншасыншы екен есімде жоқ. Қаншашыншы деп ойлайсыз? 21. Неге? Оннан төмендірек. Оннан төмен? 7-ші. 7-ден тағы төмен. 3-ші. 7-ден 1-ден 3-ке түспейсіз, 6-шы. 6-ші. 6-шы қасыз. Негіз 5 күтіп тұр. Кім? 5. 5. Номер. Менде бір сұрақ. Допустим, актриса деп атақты, актриса деген атақты кім берді сізге? Жоқ, қалай емес. Актриса деп кім айтып жүрсіз сізді? Жоқ, олай емес. Актриса ретінде алғашқы түскен киноңыз. Актриса ретінде? Ең алғашқы кино ол актриса ретінде саналмайтын шығар. Сонда... Себебі жолым қалай болатынын білген жоқпын ғой. Сонда бағанағы ыршып кеп тебеу ретінде түстіңіз ба? Жоқ. Сонда қалай актриса ретінде? Жақсы, жеке өзіңіз қойып
Білетсіз сұрақтар деген бар, білесіз ба? Білетсіз сұрақтарға көшсек. Тез жауап беретін Иә. ба? Өтейік. Джейлоу немесе Риана? Джейло. Кей-поп немесе кью-поп? Қайсысы түрі? Кей-поп. Кей-поп. Иә. Тірісін айтасыз ба? Дұрыс. Өлі арыстан, тірі тышқан. Өлі арыстан. Жаңа тірісін айтады. Титаник немесе Аватар? Титаник. Ван Гог немесе Дали? Ван Гог. Ван Гог? Иә. Саршнақ демекші қоқан-лоқы немесе бопсалау. Топсалау. Қылтима немесе самалдық. Самалдық. Ақтанберді Қазтуған. Ақтанберді Қазтуған. Нақұрыс немесе сүмелек. Нақұрыс. Форест немесе Гамп? Форест Гамп. Екеуісің біреусі. Форест. Форест. Прада немесе Гуччи? Прада. Инста немесе ТикТок? Инста. Инста. Еркебұлан немесе Аян? Аян. Бүгін бізде қонақта болған актриса, әнші, блогер, биші, керемет әрі әдемі жан, Томирис Жанғазинова, бізге сұхбат бергеніңізге, келіскеніңізге рахмет сізге. Рахмет. Қайттан. Бүгін бізде қонақта болған Томирис. Дома давай демекші. Бүгін бізде қонақта болған актриса, әнші, блогер, биші, керемет әрі әдемі жан, Томирис Жанғазинова. Рахмет сізге, Томирис. Рахмет. Рахмет. Ана люстра ма? Сырғым. Аксессуар. Аксессуар деген не?